Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді осындай жұмсақ пирог жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Міне осындай. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, аппақ болғанша миксерлейміз. Сосын оған бөлме температурасындағы сары май сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Негізі бірінші сары майды салған дұрыс екен. Сүттен кейін сары майды салсақ, міне кішкене жан-жағына шашырап кетіп жатыр. Сосын қопсытқыш салып, тағы да 1-2 рет миксерлеп, соңында ұнымызды 1-2 рет бөліп салып, жай скорста миксерлейміз біріккенше. Менде ұнды салған видео түспей қалған екен. Ол үшін кешірім сұраймын. Сондықтан ұнымызды осылай салып, жай скорста біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз, қыздар. Жан-жағын жинап. Ал енді формамыз 22-23 диаметрлі болу керек. Мен 4 бұрышты формадан қолдандым. Орнынан жылжытпай қолданатын болу керек. Егер дәл осындай қолданып көретін болсаңыз, себебі астынан шығып кетуі мүмкін. Арасына кез келген жеміс түрін осылай қойып шықсаңыз болады. Бірақ пирогтан кішкене влажность болады осылай салсаңыз. Немесе ұнға аунатып салсаңыз да болады. Мен осылай барлығын салып, 180-170 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Алғашқы 15-20 минут пешті ашуға болмайды. Әбден суыған соң сахарный пудра сеуіп, дастарханға әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Не осындай жұмсақ, барлығы біркелкі болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі де өте әдемі шығады. Міне аралары осындай кішкене жемістің суымен влажность сияқты болып тұрады. Сіздерге ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.